Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 3 қыркүйек қазақ әдебиеті пәні. Қыз жібек жыры. Дәптерімізді ашамыз. Күннің ретін, сабақтың тақырыбын мұқият, әдемі етіп жазамыз. Қазақ халық ауыз әдебиетінің інжу маржаны Қыз жібек жыры 19 ғасырда Қазан қаласында араб әрпімен бірнеше рет басылып шыққан. 1894, 1896, 1899 жылдары. Осы нұсқалардың негізінде 1925, 1933, 1939 жылдары Ташкент, Алматы қалаларында араб және латын әрпімен тағы да жарияланды. 1940 жылы «Песни степей» деген жинақта жырдың орысша аудармасы берілді. Қазақтың классикалық түрдегі Қыз жібек жыры ежелгі рулық заманда пайда болған жігіттің үйленуі туралы түпкі сюжеттің негізінде орта ғасырларда пайда болыпты. Қыз жібек әсіресе қазақ хандығы тұсында көркем фольклордың тамаша үлгісіне айналған. Талантты ақындар мен жыршылар Қыз жібек жырын тамаша романдық эпос етіп жырлаған. Соның арқасында ол біздің заманымызға жетіп отыр. Жетіп қана қойған жоқ, қазіргі мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналды. Қыз жібек жыры профессионалды операға, көркем фильмге негіз болды. Балалар, бұл Қыз жібек жыры лира эпостық жырға жатады. Лира эпостық жырдың ерекшелігі бірінші кезекте батырлықтан бұрын махаббат тұрады. Екінші кезекте батырлық тұрады. Біз былтыр өткенбіз, есімізде ма? Ауыз әдебиетін өткен уақытта эпостық жырлар және лиро эпостық жырлар жайында екеуінің айырмасы жайында өткен болатынбыз. Эпостық жырлар, яғни батырлар жыры, оның ерекшелігі бірінші кезекте отанды, елін, жерін ішкі сыртқы жаудан қорғау болса, лиро эпостық жырлар, яғни ғашықтық жырларда бірінші кезекте махаббат болады да, екінші кезекте отанын, елін, жерін жаудан қорғау болады. Міне, Қыз жібек жыры лиро эпостық жырға жатады. Енді Қыз жібек жырының қанша нұсқасы бар деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жырдың 16 нұсқасы бар екен. Неге бір жырда 16 нұсқа бар деген сұрақ туатын болса, егер балалар, барлығымыз білеміз, ауыз әдебиеті ауыздан ауызға тараған халықтың шығармасы. Ауыз әдебиетіндегі шығармалардың барлығының авторы кім? Авторы әрине халықтың өзі. Сондықтан да әркім өзі есінде қалай қалады, солай ауыздан ауызға солай жырлап отырған. Қыз жібек жырының 16 нұсқасы бар. Бұл жырдың кіріспе бөлімінде Жағалбайлы деген ел туралы, Базарбайдың байлығы және оның 9 ұлы қайтыс болған туралы айтылады. 80 жасқа келгенде кіші әйелі осы төлегенді өмірге әкеледі. Оқиға Жағалбайлы елінде періште сынды ерекше ұлдың өмірге келуімен, артынан 9 жылдан кейін інісі Сансызбайдың дүниеге келуінен басталады. Төлеген 12 жасқа толады. Ақыл қайраты мен күші тасыған сымбатты бозбалаға айналып, қыз іздей бастайды. Оқиғаның даму барысында Төлеген жібекті сырттай естіп, оны көруге асық болады. Төлеген көш бойында қаншама қызбен кездесіп, ақыры өзінің іздеген қызы жібекпен кездеседі. Төлеген мен жібек бірін-бірі ұнатып, қалыңдық ойнағаннан кейін оқиға шиеленісе бастайды. Жібекке сырттай ғашық болып жүрген Төлегенге қастық ұйымдастырып, өлтіргені туралы жырланады. Оқиғаның шарықтау шегінде Қалмақтың ханы Қорен жібекке ойы кетіп байлауда ұстайды. Жібек ханды алдап, атын мініп, Сансызбаймен қашады. Оқиғаның шешімінде Сансызбай өзіне міндеттелген аманатын орындап, жібекпен бас қосқаны баян етіледі. Сансызбай мен жібек барлық қиындықты жеңіп,
40 күн тойын береді. Енді балалар, шығарманың композициялық құрылымына талдау жасап, есімізге түсірейік. Біз ол жайында былтыр өткен болатынбыз. Есімізде ме? Оқиғаның басталуы, хал жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, болашақ қақтығыстар алаңы, оқиғалар орны суреттеледі. Оқиғаның байланысы, адамдар арасындағы әрекеттің, тартыстың басы, шығармаға арқау болған негізгі оқиғаның әуелгі туындау себебі. Оқиғаның дамуы, байланыстар мен қарама-қайшылықтар анықталады, адамның мінезінің түрлі қырлары ашылады. Оқиғаның шиеленісі, оқиғаның тартысты алғаш шиеленісе бастаған кезі. Оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның әбден шиеленісіп, шегіне жеткен кезі. Оқиғаның шешімі, адамдар арасындағы қарама-қарсы тайталастардың, күрделі күрестердің бітуі. Есімізге түсті ме, балалар? Былтыр қаншама шығарманы композициялық құрылымына тура осылай талдаған болатынбыз, е? Құрметті оқушылар, мынау берілген сілтеме бойынша кіріп жырдың толық нұсқасын оқып алсаңдар болады. Мен бұл сілтемені өздеріңе бөлек қазір жіберетін боламын. Сөз маржан. Бұны балалар дәптерімізге жазып аламыз. Бұл сендердің оқулықтарында 15-ші бетте емес, 13-те ма болу керек, қарап шығыңдар. Осы сөз маржанды кітаптан дәптерімізге әдемілеп жазамыз. Жалпы балалар, бүгінгі сабағымызда біз лира эпостық жыр дегеніміз не? Оның эпостық жырдан айырмашылығы неде? Қыз жібек жырының ерекшелігі қандай? Оның қанша нұсқасы бар? Біз оқиын деп тұрған нұсқасы не жайында екен? Сол туралы бүгін білдік. Ендігі тапсырма, балалар, осы толық нұсқасын жырдың оқимыз. Жарай ма? Ендеше сау болыңдар.